ұстатын сабағының тақырыбы атмосфералық қысым 7-сі. Сабағының мақсаты ауа қабаттарын ажыратып, атмосфералық қысымның физикалық мағынасын түсіну. Бағалау қалай жүреді? Атмосфералық қысымның табиғатын түсінеді, атмосфералық қысымды өлшеудің әдістерін сипаттайды, алған білімдерін есептер шығару арқылы түсіндіреді. Алдарыңызда үш түрлі фигура ұсынамын: төртбұрыш, үшбұрыш және дөңгелек. Презентациямыздың әрбір слайдында, яғни әрбір беттерінде осындай фигуралар орналасқан. Егер де сабақтың соңында осы фигураларды төртбұрышта нешеу, үшбұрышта нешеу және дөңгелекте нешеу екенін санап дұрыс тапсаңыздар, сабақ соңында қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Сабағымызды бастамастан бұрын үй тапсырмасын қайталауға кезек берсек. Денелер атомдардан тұрады деген данышпан кім? Дұрыс жауабы Демокрит. Атом дегеніміз не және олардың қозғалысын сипатта? Атом дегеніміз бөлінбейтін бөлшек, олар үздіксіз қозғалады екен. Паскаль заңы: сұйыққа немесе газға түсірілген қысым барлық бағыт бойынша өзгеріссіз беріледі. Келесі сұрақ: барлық заттар өте ұсақ бөлшектерден тұрады. Қандай бөлшектер? Олар молекулалар мен атомдардан тұрады екен барлық заттар. Келесі сұрақ: пішіні мен көлемін сақтау қандай денеге тән қасиет? Қатты денелерге тән қасиет екен. Келесі бізден дәлелдеп қойса, яғни дұрыс формуланы табамыз. Бұл бізде есептер шығарғанда керек болады. Бірінші, қысымның формуласы. Дұрыс, яғни қысым тең күш бөлінген аудан, яғни P тең F бөлінген S. Келесі, сұйықтықтың массасының формуласы қандай екен? M тең ρ көбейтілген V, яғни тығыздық көбейтілген көлем. Сұйықтықтың көлемінің формуласы, яғни көлем тең аудан көбейтілген биіктік, яғни S көбейтілген H. Гидростатикалық қысымның формуласы P тең ρ G H, яғни тығыздық көбейтілген еркін түсу үдеуі көбейтілген биіктік. Ауырлық күшінің формуласы F тең mg, яғни ауырлық күші тең масса көбейтілген еркін түсу үдеуі. Олай болса, жаңа сабағымызды бастасақ, атмосфералық қысым. Біз бұл сабақта нені үйренеміз? Яғни өзіміз өмір сүріп жүрген атмосфералық қабат жайлы, атмосферада қандай қысым болады, оның құрамы жайлы білетін боламыз. Атмосфера жалпы 5 қабаттан тұрады. Олар тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера және экзосфера. Атмосфераның құрамы 78% азоттан, 21% оттегіден және де 1% көмір қышқыл газынан тұрады екен. Аристотель атмосфераны ұлы бустық деп атаған. Неге? Өйткені атмосферада ешқандай нәрсе жоқ, оның құрамы жоқ. Алайда айттық қой, оның құрамында қандай газдар кездесетінін туралы. Ал Ломоносов атмосфераны 5-ші мұхит деп атаған. Неге? Өйткені атмосфераның қалыңдығы 1100 километр. Яғни 1100 километрде ауа толып жүре. Атмосфера жалпы ауадан тұрады. Ауа заттың газ күйі. Атмосфера Паскаль заңы бойынша қысымды барлық бағытта таратады. Сондықтан жер бетіне және ондағы барлық денелерге атмосфералық қысым түседі. Атмосфералық қысым дегеніміз не? Атмосфераның жер бетіне және ондағы барлық денелерге түсіретін қысымы атмосфералық қысым деп аталынады. Формуласы: атмосфералық қысым тең тығыздық көбейтілген еркін түсу үдеуі көбейтілген биіктік, яғни ρ G H. Атмосфералық қысымды ең алғаш анықтаған ғалым Евангелиста Торричелли болған.
17 ғасырда итальяндық ғалым Эванжелиста Торричелли жасаған тәжірибені қарастырайық. Ол жерде ұзындығы 1 метр, бір жағы бітеу ұшына түтік сынаппен толтырылады. Содан кейін түтіктің аузын жауып, оны төңкереді де сынап құйылған ыдысқа батырады. Сынаптың ішінде түтіктің аузын ашады, сонда сынаптың кішкене ғана бөлігі ыдысқа төгіледі. Ал түтіктің ішінде биіктігі 76 сантиметр сынап бағаны қалады. Эванжелиста Торричелли алғаш рет сынап бағанын атмосфералық қысым ұстап тұрады деп ой түйген. Атмосфералық қысымның ауа райына байланысты өзгеретінін де алғаш байқаған Торричелли болған. Эванжелиста Торричелли атмосфералық қысымды алғаш анықтағанымен, бұны дінде жүрген адамдар дінге қарсы шықты деп айыптаған. Яғни ол заманда белгілі бір жаңалық ашатын болса, оны дінге қайшы шықты деп, ол адамды өлім жазасына кесіп отырған. Мысалы, күн мен түннің ауысуын ол заманда адамдар күн құдайы мен түн құдайының соғысуы деп түсінген. Күннің құдайы жеңе бастаған кезде күн шығады, түннің құдайы жеңе бастаған кезде түн шығады деп ойлаған. Ал егер де ол заманда күнді жер айналады деп жаңалық ашатын болса, онда ол дінге қарсы шықты деп жазаланатын болған. 1654 жылы Отто фон Герихе Магдебург атмосферасының жоғары қысымға ие екенін дәлелдегісі келген. Ол тәжірибе барысында металдан жасалған екі жартышарды бір-біріне түйістіріп, ішіндегі ауаны сорғы көмегімен сорып алған. Атмосфералық қысымның әсерінен екі жартышар бір-бірімен берік жабысқан. Одан кейін бірнеше атпен екі жақтап тартқанда жарты шарларды бір-бірінен ажырату мүмкін болмаған. Яғни 16 атпен тартқан күннің өзінде де оны ешқандай да ажырата алмаған екен. Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал барометр деп аталынады. Барос ауырлық, метрео өлшемін деген мағынаны білдіреді. Сергіту сәті ретінде сіздерге физикалық қызықты сұрақтар ұсынамын. Бірінші сұрақ. Аса қажет өмірге халық үшін пайдаланады күн сайын жарық үшін. Ол сіздер үш тілде жауап берсеңіздер, яғни қазақша, орысша және ағылшынша. Ол яғни ток және energy ағылшын тілінде. Жоқ өзінде баста, қаста, мойында, ұзындығы жазу отыр бойында. Жауабы сызғыш, линейка, рулі. Үшінші сұрақ. Суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды. Жауабы мұз, лед, айс. Жұрттың бәрі соны сүйеді, бірақ қарақсы келмейді. Жауабы күн, солнце, сонны. Бесінші сұрақ. Бар ма жоқ па оны анық білмейсің, ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Жауабы ауа, воздух, air. Біздің барлық біліміміз тәжірибеден басталатыны сөзсіз. Бұның авторы квант екен. Олай болса, есептер шығарайық. Алдарыңызда 3 түрлі тапсырма берілген, яғни 3 түрлі есеп. Сіздерге берілген формуланы пайдаланып, есепті шығарамыз. Келесі, қысымның өлшем бірліктерін тапсаңыз, яғни дұрыс тапсаңыз, шарлар әуеге ұшады екен. Қалай ойлайсыздар? Қысымның өлшем бірлігі паскаль болуы мүмкін бе? Көрейік, дұрыс болса, шар әуеге қалықтайды екен. Олай болса, шарымыз әуеге қалықтады, яғни жауап дұрыс. Келесі, сантиметр болуы мүмкін бе? Жоқ, қалықтаған жоқ, яғни сантиметр емес екен. Метр куб болуы мүмкін бе? Жоқ, қалықтаған жоқ, яғни мүмкін емес. Килопаскаль.
Шарымыз ұшты, яғни жауап дұрыс. Ньютон. Шарымыз ұшқан жоқ, яғни дұрыс емес. Метр бөлінген секунд. Дұрыс емес. Мегапаскаль. Дұрыс екен, яғни шарымыз әуеге қалықтады. Қысымның өлшем бірліктері мегапаскаль, паскаль, килопаскаль екен. Келесі сөз жұмбақ. Бірінші, анероид қандай мағынаны білдіреді? Біздің слайдымызда анероид қандай мағынаны білдіретіні туралы айтылды, Сұйықсыз деген мағынаны білдіреді екен. Барус қандай мағынаны білдіреді? Барус ауырлық деген мағынаны білдіреді. Жердің бетін ауа қабатын не қоршап тұр? Атмосфера қоршап тұр, атмосфера қоршап тұр. Төртінші сұрақ, Торричелли тәжірибесінде шынының ішінде не құяды? Торричелли тәжірибесінде шынының ішіне сынап құяды. Соңғы сұрақ, атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрылғы барометр деп аталынады. Өте жақсы. Олай болса, үш түрлі фигурамызды дұрыс тапқан болсаңыздар, яғни төртеу кездесті, үш бұрыштан үшеу кездесті, дөңгелектен төртеу кездесті. Бұл сіздердің зейіндеріңізді шоғырландыру үшін жасалынған айла тәсіл болған. Дұрыс тапқандарыңызға өте рахмет. Олай болса, жаңа сабағымызды «Миллион кімге бұйырады» атты ойынымызбен бекітсек. Ойын ережесіне сәйкес мұғалімнен көмек сұрауға және залдан көмек сұрауға болады. Демек, ойынымызды бастасақ. Алғашқы сұрақ. Атмосфераның жер бетіне және ондағы барлық денелерге түсіретін қысымы қалай аталады? Атмосфералық қысым, ауа температурасы, сынап барометрі. Дұрыс жауабы жоқ. Дұрыс жауабы атмосфералық қысым деп аталынады. Келесі сұрақ. Атмосфера қанша қабаттан тұрады? 4 қабаттан, 3 қабаттан, 5 қабаттан, немесе 6 қабаттан? Дұрыс жауабы 5 қабаттан тұрады екен. Келесі сұрақ. Атмосфера құрылымында ең көп мөлшерде кездесетін газ. Көмірқышқыл газы, азот, сутегі немесе оттегі? Дұрыс жауабы азот. Атмосфера қандай қабат? Қатты қабат, жер қабаты, су қабаты немесе ауа қабаты? Атмосфера ауа қабаты екен. Келесі сұрақ. Атмосфералық қысымды сынаппен есептеген ғалым. Паскаль, Квант немесе Птолемей немесе Торричелли? Дұрыс жауабы атмосфералық қысымды сынаппен есептеген ғалым Торричелли. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Үй жұмысы алдарыңызда берілген ссылкаға, яғни Google Classroom ссылкасында берілген тапсырмаға жауап беру. Келесі бізде жасаған жұмысымызды саралап, білімді бағалайтын кез келді. Осы сабақтағы өзіңіздің жұмысыңызға риза болсаңыз, риза болмасаңыз, жоқ деп жауап беріңіз. Осы сабақ сізге тез өтіп кеткен сияқты болса, олай болмаса, жоқ деп жауап беріңіз. Осы сабақта көңіл күйіңіз көтерілсе, көтерілмесе, жоқ деп жауап беріңіз. Келесі біліміңізді 10 балдық шкаламен бағалаңыз. Сабақты түсінсеңіз, оны өмірде қолдана алсаңыз, және білгеніңді өмірде қолдана алсаңыз, өзгеге үйрете аламын деп тапсаңыз, 10 балл. Олай болмаса, 1 балға дейін бағалауға болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.